бір ағамен сөйлесе келе, ол кісі қиналып жүр екен да. Айына 15 миллион алады компаниямен договор заключать еткен. Бірақ ол компания айына 100 мың тақпалады екен. И сол қиналып жүр екен, соны қалай айтарын білмейді. Нағым айтады да, мен қазір 3 ай өтті, тағы 7 ай күтемін, 1 миллион жиналсын, сосын типа будет вес айтуға, типа 1 миллион үшін деген сияқты. Мен ол кісіге айтам, проблема ақшада емес, проблема то, что сіз қазір проблема ол ақшаның мөлшерінде емес, сіз қазір өзіңізді қинап жүрсіз деймін да. Это аргумент, что сіз миллион типа ол ақша. Былай қарап тұрсан, ақша ол 10 теңгеде ақша ғой. Сол сияқты көп адамдар бір повод іздейді да. Андай жиналсын. Ол кісі соны түсінгеннен кейін бүйтіп кәдімгідей вздохша дем алып, бүйтіп стөлде жайғасып отырып, былайша айтқанда жаңағы проблемасы жоқ болып кетті да. Ол түсінді да, что 100 теңгене 1000 теңгене айырмашылығы жоқ. Ол проблема ұстады ма, ол сразу айту керек. Неге 100 мың табасыздар деп. Сол сияқты көп адамдар проблеманы кейінге қалдырады. Ол миллиондап жиналғанша сосын айтам дейді. Бірақ ол қазірге шешілмеген проблема, сосын одан сайын ушығуы мүмкін.